Егер сіздің атыңызда жеке кәсіпкершілік болса, онда Егов Мобайлға кіріп, сол жерден өзіңізді тексере аласыз. Өзіңіздің атыңызда жеке кәсіпкер бар ма, жоқ, және бар болса, жұмыс істеп тұр ма, жоқ әлде тоқтатылып тұр ма, приостановлен дейді, сондай ақпараттарды біз Егов Мобайлға кіріп ала аламыз. Ол үшін өзіміздің жаңағы тіркелінген ЭЦП кілт арқылы тіркелінген болуымыз керек, немесе жеке нөмір телефонымыз болу керек. Сол арқылы кіреміз. Мен уже кіріп қойғанмын мінекей өзім кабинетіме. Енді осы жерде, мынау қазақ тілінде тұр менде, осы жерде қызметтер дегенді басамыз, іздеу жолағына жеке кәсіпкер деп жазамыз. Жеке кәсіпкер мәртебесін білу міне. Жеке кәсіпкер мәртебесін тексеру. Мінеке осындай бет ашылады сіздерге. Тегін өз иындарыңызбен, бірақ әркім тек өзіне ғана ала алады. Қызметті алу дейсіздер. Менде өзімнің атында жеке кәсіпкер жоқ. Окей, батырмасын басам. Ал егер сіздерде жеке кәсіпкерлік болса, және осындай бет шығады сіздерге, бұл жерде қай уақытқа дейін, қашан тіркелінгені, және егер тоқтатылған болса, қай уақытқа дейін тоқтатылып тұрғаны көрсетіледі. Сіздерге жарамды болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.